Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым. Қай жерде емес, қайда дейсіңіздер, шкафта. Енді айнал китабы болмайды, айнал кутубу, я? Китаптың көпше түрі кутуб. Айнал кутубу. Айнал кутубу. Кітап дегеннің көпше түрінің әріптері азайып кетеді деді, я? Айнал кутубу. Сұрағы болды. Енді үлкен дегенді айтпай тұрып, шкафта дегенді айтып аламыз. Шкафтың өзінің тасы керек бізге. Фи. Дадетате фи. Фил хизанатил кабирати деп айта аламыз, егер хизанаға алифлам берсек. Немесе фи хизанатин кабиратин деп те айта аламыз. Айнал кутубу. Фил хизанатил кабирати деп айта аламыз. Фил хизанати. Фил хизанати аль-кабирати. Кабирати. Бұның алдында айтқан еді, мына жерлерде біздің негізгі сөзіміз ертегінде болатын болса, оның сипаты да ертегінде болады дегенбіз. Ал енді біздің негізгі сөзіміз хизана деген сөзіміз әйел тегінде болғандығы үшін, оның сипатын айтатын кезде де біз сипатына да тамарбута қойдық. Осыны сіздер негізі білесіздер, осыны ескеріңіздер. Үлкен терезені аштым дейді. Бұл 10, я? 10. Үлкен терезені аштым. Ифтахту емес, фатахту болады. Аштым. Демек, аштым дегеннен бастайын деп тұрмыз, я? Фатахту. Фатахту. Осы өткендегі бір сабағымызда етістіктен кейін, есімдікті етістіктен кейін қоятын болсақ, өткен шақ екендігін біз білуіміз керек деді. Мұна дамир деген бұл негізі есім, е? Қандай есім? Есімдік деп аталады бізде. Есімдік етістіктен кейін тұрса, етістікке жалған мына жағында тұратын болса, онда ол өткен шақ екендігін білуіміз керек дегенбіз. Өткен шақ. Мәселен, мен афтаху болатын болса, мәселен, афтаху. Мен ашамын, ашып жатырмын болады. Өткен шақ болмай қалады. Енді фатахту дегеннен кейін нені айтуымыз керек? Терезені айтуымыз керек. Фатахту шуббака. Шуббак. Негізгі сөз, шуббак деген. Шуббака. Фатахту шуббака. Мен шуббакты аштым. Енді шуббакқа сипат керек. Қандай сипат? Үлкен. Терезені біз сипаттап жатырмыз, үлкен деген. Әл-кабира. Әл-кабира. Демек, сипатталушы затқа ілеседі деген оларда қағида бар, Ас-сифату тәтбаул маусуфа деген қағида. Біздің негізгі сөзіміз ертегінде болғандығы үшін, оның сипаты да ертегінде болды. Негізгі сөзіміз белгілі халде тұрғандығы үшін, сипаты да белгілі халде болды. Негізгі сөзіміз насып халінде тұрғандығы үшін, оның сипаты да насып халінде болды. Қандай болса да біздің сипат, бізде сын есім деп атайды. Сын есім негізгі сөзге ілеседі, олардың қағидасында. Есікті құлыптадым дейді.
11 есікті құлыптадым. Просто есік құлыптадым. Есікті құлыптадым. Мені бар ғой. Мен деген де бар. Мен жоқ. Мен енді неден? Солай ғой. Есікті құлыптадым. Құлып деген сөздің өзі үш әріп болған, ал оның етістігінде тағы да иқфал. Ақфалту болады. Ақфалтул баба. Ақфалту. Саккартул баба десе де болады, бірақ оны өткен жоқпыз әлі. Ақфалту. Ақфалтул. Бұл құлып деген мына қыдан басталатын сөз еді. Ақфалту деген тағы да ту. Мен не істедім? Жаптым, құлыптадым. Кілттедім десе болады. Құлыптадым, кілттедім. Ақфалту. Нені? Есікті. Просто оңай екен. Әл-баба. Ақфалтул баба. Осы баптағы әлиф-ләмді алып тастап та айта аламыз, айтып көрейікші. Ақфалту бабан. Ол жағдайда екі фатха болады және таяқша болады дедік. Ақфалтул баба. Осындай сөйлемдердегі фатха бізге маңызды. Әл-маф'улу бихи деп аталады олардың грамматикасында. Істелінген зат. Біз нені істедік? Есікті істедік. Есікті қалай істедік? Ашып, жауып істедік. Істелінген затты сол фатхамен тұрады. Кімді, нені деген сұраққа жауап береді бізде. Үлкен есікті құлыпта. Бұл енді бұйрық құдай екен, бұйырып атыр. Үлкен есікті құлыпта. Үлкен есікті құлыпта. Құлыптадан бастаймыз, Ақфил. Мына тура мына етістік, бірақ бұйрық құраймен тұру керек. Ақфил. Ақфилил болады. Ақфил. Мына негізінде ол жерде осындай сукун бар, сукун бар. Осы сукунды біз қазір жоямыз, кәсірамен өтеміз. Өйткені біз бір адамға бұйырайын деп атамыз, ол жағдайда сукун неге айланайын деп атыр? Кәсіраға айланайын деп жатыр. Ақфилил баба. Ақфилил баба. Кімді, нені? Есікті. Есікті. Қандай есікті? Үлкен дегенді ең соңынан жазамыз. Өйткені ол сипат, Ақфилил бабал кабир. Бап сипаттап атамыз ғой, Кабира. Кабира. Бабал кабира. Осы кабир деген етістік. Осы кабир деген зат есім түбегейлі не істеді? Бап дегенге ілесті. Бап ертегінде сөз болғандығы үшін біздің сипатымызда еркек болды. Бап есік деген сөз әлиф-ләммен тұрғандығы үшін біздің сипатымызда әлиф-ләммен тұрды. Бап насып халінде тұрғандығы үшін оның сипаты да насып халінде тұрды. Қазақшада ондай болмайды? Бұлардың грамматикасының ерекшелігі осы енді болады. Өйткені дәл осы сипат мәселесінде ас-сифату тәтбаул маусуф дейді. Мына енді манғут деп те айтады, маусуф деп те айтады. Нағт деп те айтады. Нағту ятбаул манғут деп те айтады. Бұл 12 болды. Бұл үлкен сандық дейді. Бұл үлкен сандық. Бұл үлкен сандық. Оңай екен, 13-ші. Бұл үлкен сандық. Бұл кетеді, бұл. Хәзі. Бұл. Хәзі.
кетеді. енді біз сандықты сипаттайын деп жатырмыз, иә? Негізі хаза сундуқ. Қазақтың сөзі екен ғой. Сундуқ. Хаза сундуқун. Кім не деген сұраққа жауап беріп жатыр бұл жерде. Сондықтан даммамен тұр. Енді сандыққа сипат айтуымыз керек. Сын есім керек. Сандыққа сын есім керек. Үлкен деген сөз керек. Сундуқун кабирун. Кабирун. Біздің негізгі сөзіміз рафақ жағдайында тұрғандығы үшін, оның сипаты да рафақ жағдайында болады. Біздің негізгі сундуқ деген сөзіміз еркек. Еркек мынау, оның сипаты да еркек болды. Біздің сундуқ деген сөзіміз белгілі жағдайда тұр. Біз өткенде айтқанбыз, міндетті түрде алдына әлифлам қою міндетті емес, белгілі болу үшін. Біздің сундуқ деген сөзімізді белгілі лендіріп тұрған сөз хаза. Өйткені бұл мына жерде сандық тұр, нақты бұл дегеннен кейін уже біз білеміз ол сандықты. Сондықтан мынандай жағдайларда тануин жойылып кетеді дедік, әлифлам болғандығы үшін. Мына жерде әлифлам болмаса да ол белгілі халде тұр. Соны ескереміз. Шәкірт кейзет. Әр шәкірт менің жалғызым.